Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсы жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Тоқаев заңсыз иемделген активтерді қайтару туралы заңға қол қойды. Заң нормаларына сәйкес қайтару тетіктері ірі сыбайлас жемқорлық субъектілеріне және әкімшілік билік ресурстары бар адамдар мен сыбайлас олигополиялық топтарға қолданылады. Заң жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын субъектілерге, мемлекеттік заңды тұлғаларға, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, сондай-ақ аталған тұлғалар мен аффилирленген субъектілерге қолданылады. Заң ережелерін қолдану үшін көрсетілген критерийлерге қосымша тұлғаларды заңда белгіленген шекті сомадан 13 миллион AEK-ден асатын активтері болуға тиіс. Толығырақ төменгі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.